Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен холодец жасайтын боламыз. Жалпы холодецті әркім әрқалай әзірлейтін болады. Мен бүгін өзімнің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Холодец тағамы негізінен адам ағзасына өте пайдалы тағамдардың бірі болып саналынады. Себебі осы құрамында кальций мөлшері көп болғандықтан ол адам ағзасындағы сүйек буын ауруларына және де иммунитеттің көтерілуіне жақсы әсер ететін болады. Ал енді осы тағамды жасалу жолына келетін болсақ, ең алдымен бізге жылқы немесе сиыр сирақтары қажет болады. Менде бұл жерде жылқының сирақтары. Осылай сырттарында кішкене түктері болады. Оларды жақсылап жуып, шайып, тазалап аламыз. Және де одан кейін, егер де сіздің холодеціңіз етті болғанын қаласаңыз, кішкене мөлшерде ет қоссаңыздар да болады. Және де бір тауық аяғын қосатын боламыз. Сүйектерді және еттердің барлығын жуып тазалап, осы ыдысқа саламыз да, оның үстінен сүйек батып тұрғанға дейін жақсылап су құйып аламыз. Дәл осылай барлығы суға батып тұруы қажет болады. Енді осыны отқа қойып, жақсылап қайнатып аламыз. Міне осылай бізде жақсылап қайнап шығады. Дәл осы қайнаған суды жақсылап төгіп тастайтын боламыз. Барлық суды төгіп тастадық. Енді жаңағы қайтадан сирақтарымызды, еттеріміздің барлығын осы ыдысымызға қайтадан салып, үстінен тағы да толтырып, су құйып, қайнатуға қоятын боламыз. Міне дәл жаңағыдай бетіне дейін толтырып су құямыз және де отқа қойып жақсылап қайнататын боламыз. Дәл осылай бір қайнағаннан кейін дәміне қарай тұз қосып алатын боламыз. Келесі кезекте бізге 3-4 дана лавр жапырағы қажет болады. Оларды да қайнап жатқан сорпамызға құйып, дәмін келтіретін боламыз. Жалпы бізде холодец тағамы ұзақ қайнап пісуі қажет болады. Яғни бізге қайнау уақыты 5-6 сағаттай уақыт кетеді. Жақсылап қайнап, өзі осылай сүйегінен ажырағанша қайнататын боламыз. Бізде осылай қайнап пісуіне 1 сағаттай уақыт қалған кезінде дәмін келтіру үшін 2 дана пияз және де әсемдік үшін осындай 2 дана сәбіз салып қайнатып алатын боламыз. Жарты сағаттай уақыт өткеннен кейін пияз бен сәбізді бөлек алатын боламыз. Мінекей бізде 5-6 сағаттан кейін дәл осылай сүйектеріміз өте әдемі болып пісіп шығады. Осылай алған кезінде сүйектен сіңірлері өздігінен ажырап кететін болады. Сол кезде барлығы пісті деген сөз. Барлық сүйектер мен еттерімізді осылай сорпасынан сүзіп алатын боламыз. Енді біздің еттеріміз бен осы сүйектеріміз сәл суығаннан кейін сүйектерден осы сіңірлердің барлығын бөліп алатын боламыз. Енді біз сорпамызды 2 қабат қойылған ситадан өткізіп алатын боламыз. Міне бізде тап-таза сорпамыз бөлініп алынды. Ал енді сүйектер мен сіңірлерімізді турауға кірісеміз. Енді осылай сүйегімізді аламыз да сіңірлерінен бөліп аламыз.
Енді сіңірлеріміздің бөліп алғаннан кейін барлығын майдалап, дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығатын боламыз. Ал енді келесі кезекте таза піскен еттерімізді осылай жіпше тәрізді етіп, ешқандай пышақтың көмегінсіз қолымызбен осылай дәл видеода көрсетілгендей етіп ажыратып аламыз. Сіңірді, етті және тауық аяғын жақсылап турап алғаннан кейін, жаңағы сүзіп алған таза сорпамызға барлығын салып аламыз. Енді осының дәмін келтіру үшін 3-4 бас чеснокты майдалап турап, және де кішкене укроп турап қосатын боламыз. Енді осының барлығын отқа жібереміз де, кішкене уақыт бір қайнағанынша осылай қайнатып аламыз. Холодеціміз дайын болғаннан кейін, оны құйып қатыру үшін арнайы формаларымызды дайындайтын боламыз. Менде осындай арнайы силиконды кекс пісіретін формалар бар. Оған жаңағы піскен сәбізімізді әдемілеп формаларға келтіріп кесіп алып, барлығына астына салып шығамыз. Және де менде екінші түрін осындай пиалаларға қатыруды жөн көрдім. Және де осылай пиалаларға да жаңағы сәбізіміздің барлығын салып шығамыз. Енді жаңағы дайын болған холодеціміздің барлығын ыстықтай күйінде осылай формаларымызға жақсылап толтырып құйып шығатын боламыз. Міне барлығын осылай құйып алдық. Енді осы пиалалардың барлығын бір ыдысқа салып, арнайы бір салқын жерде бір түнге қатырып қоятын боламыз. Міне бізде бір түн уақыттан кейін холодецтеріміз осылай әдемі болып қатып шығады. Осылай формаларымыздан барлығын ажыратып шығарып алатын боламыз. Жалпы біздің холодеціміз дайын болып шықты. Осы холодецті үнемі жейтін адамдарда жалпы буын, сүйек ауруларына ешқашанда шалдықпайтын болады. Егер де бір апта бойы холодецті жейтін болсаңыз, ағзаңызды керекті дәрумендер мен минералдарға байытып алатын боласыз. Міне біздің холодецтеріміз өте дәмді және де өз формасын сақтап тұр. Ешқандай желатин қоспай, үй жағдайында дәл осы холодецті дайындап көріңіздер. Енді біз пиалаға құйып қатырылған холодецтерімізді шығарып алатын боламыз. Міне видеода көрініп тұрғандай әдемі болып, өз формасын сақтап, қатып шықты. Пышақтың көмегімен пиаланың шеттерінен кішкене осылай кесіп шығамыз да, төңкеріп аударатын боламыз. Міне бізде өте әдемі және дәмді болып шыққан холодецтеріміз дайын болды. Дәл осылай үй жағдайында оп-оңай тәсілде жасап, үй ішіндегі адамдарды қуантыңыз. Және де осы холодец тағамының денсаулыққа өте пайдасы зор екендігін біле жүріңіздер. Менің осы видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға көп рахмет. Және де осы видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария қалдырып, өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер.